Әскерге аттанардан бір күн бұрын Сабыр Қаройға қарай құстай ұшты. Әкесіне көмекші болып жүрген Айзаттың таңғы 6-да қой өргізіп шығатынын жақсы білетін. Қаройдың жазығы біткесін басталатын үлкен жотаның биігіне шығып алып, сонау алыста сағыммен бірге ағараңдаған қой ауылға тағатсыздана көз тігеді. Әлден уақытта көрінді-ау күткен салтатты. Алдында бір қора қойы бар Айзат малды асықтырмай жайлап қайырып келеді. Анда-санда табаннан жарық шыққан қозылақты қайт-қайт деп қайырып қояды. Таңғы жаңғырық қыздың нәзік дауысын алысқа іліп ала жөнеледі. Алдындағы жотаға көз түскен Айзаттың қуанышты жүзі бал-бұл жанып шыға келді. Сабыр ғой мынау, дәл өздері белгіленген кездесетін дөңнің үстінде тұр. Қолын бұлғайды. Маң-маңдай жайылған малдың жүрісіне шыдамы таусылған қыз табанды жотаға қарай қиялдата дедектете түсті. Жотадан жүгіріп түскен Сабыр Айзатты аттан көтеріп алды. Көптен көріспеген екеудің шөлкілкеген ынтық, ыстық, албырт еріндері бірін-бірі асыға-аптыға аймаласып, ыстық сүйіске көміле берді. Сабырды әбден сағынған Айзат денесін қаусыра сипалап, үйіріп әкеткен қарулы қолдың ырқына көне берді. Мамырдың таңғы самалы екеуінің бойындағы лап ете түскен құштарлық сезімнің отын үрлей түсті. Ләззатқа бөленіп шиыршық атқан қос дене көк шалғынға аймаласа құлады. Қыз үстіндегі жұқа жейдені епті қимылмен сыпырып тастаған Сабыр шалқасынан жатқан қыздың кеудесінде діріл қаға бір көтеріліп біл басылған тығыршықтай қосанарды ессіз құмарлықпен емін аймалады. Жігіттің әр қимылын жан тәнімен сезініп, ұйып бара жатқан денесін игере алар емес. Әрбір мүшесі тоят таба алмай, тағы дегендей жігіттің әр қимылына жауап қата бастады. Осы сәтте жігіт жайлап қана қыздың денесіне бойлап ене берді. Ғажайып тәтті дүние есігіне ене берген қыз тәнін найзағайдың бір жарқылы осып өткендей болды. Жанын көзіне көрсетіп, осып өткен жарқылдың не жарқыл екенін ұғып үлгермеген қыз тәтті тұңғиыққа қайта еніп жүре берді. Әлден уақытта қыз тәні жігіт бойынан бөлінген ыстық толқынды сезіне, онымен бірге бүлкілдей жөнелген өз тәнінің ләззатын үзіп алғысы келмегендей талықси көз жұмды. Байланыстың нашарлығы ма, әлде аудан мен қой ауылдың шалғайлығы ма, Сабыр әскерге кеткелі 3 ай өтсе де әлі хат жоқ. Орналасып үлгермеген шығар. Алғаш барғандарға карантин деген болар, сонысынан шыға алмай жатқан болар деп өзін-өзі жұбатып қойды. Кеше қой ауылға төлшілер келді. 5 жігіттің біреуі Сабырдың ағасы Қанат. Екеуі соншалық ұқсас. Сабырды сағынған қыз кейде шай үстінде Қанатқа елшілей қарап қатып қалатын. Көз алдында ұмытылмас ләззат сыйлап кеткен Сабырдың алаулаған жүзі келді. Сол кезде бойын ессіз құштарлықтың толқыны билеп, маңдайынан суық тер бұрқ ете қалды. Денесін әсіресе кіндігінен төмен ұйып кеткен белгісіз бір сезімді әрең іркіп қалды. Қанаттың өзін жиі жағалай бастағанын сезіп жүр. Сылтау тауып мұнымен жиі кездесіп қалады. Ал Сабырдан хат жоқ. Қанаттан сұрауға батпайды. Алыс қойлы ауылда жатқан соң, ол да аудан жақтағы өмірден бейхабар. Не айтар дейсің деп қыз жүрегі мұңая қалды. Маусымның алғашқы күнінен бастап қыз жүрегінде әлде бір күдік кірді. Айдың алғашқы аптасы аяқталып қалды. Аяғы ауырлап қалмаса еді. 2 күн бойы жүрегі айнып, одан сайын саса бастады. Таңертеңгі асқа қарамай ұлықсый жөнелген бүгінгі жайы бар үмітін үзіп тынды. Енді қайтпек, әкесі сезсе ат бауырына салып сабайды. Діні қатты адам. Ауыл арасында жиілеп кеткен мұндай жайды естіп жүрген анасы есіктегі тәрбиені алған әйел баланың оң жақта отырып бала тапқаны сүйекке таңба. Ат атталысып сүйек сындырады деген жаман атақ сол деп түсінетін.
шешесі кешпейді бұл қылығын. Әбден басы қатқан Айзат біресе Сабырды кінәлайды, біресе жігітке тоқтау айта алмаған дегеніне көне берген өзінің ессіздігін қарғап жер жебіріне жетеді. Болар іс болды, бояуы сіңді. Қалайда бір әрекет істеу керек. Алдырып тастауға бейкүнә Шарананың обалынан қорқады. Кәртейгенде әке шешесін айналадағы қойшылардың салып етек әйелдерінің өсегіне жем етіп тірідей өлтірерін ойласа өмір сүргісі келмейді. Істерге амалы жоқ, шарадай басы шақшадай болды. Еш нәрсе ойлап табуға қабілеті жоқ Айзат бей-жай отыр. Осы кезде марқайып қалған қозыны құшақтап малғорадан шығып келе жатқан Қанат бұған қолын бұлғады. Қанат, салы суға кеткен қыз Қарманарға қара таппағанына қуанып кетті. Өзін екі оттың ортасына тастап кеткен Сабырды қиялмай жылай-жылай отырып, ұятын ойлаған Айзат бір шешімге келді. Өзіне ұнатып қалған кісідей елжіреп қарайтын Айзат жақындап кетсе құбыжық көрген еліктей едірее қалатын. Соңғы кезде өзіне бір түрлі жылылық танытқандай ма қалай? Қыздың бұл қылығын Қанат үміттеніп қалған. Сүйкімді қара торы қызды бірден ұнатып қалды. Табиғаты тұйық жігіт сезімін білдіруге имене берген. Қыздың өзіне кет әрі емес екендігін сездіргелі бері бойында батылдық пайда болды. Қозыларды қарауды ұмытып, олар ұйлығып жетеуі бірдей өліп тынған бір түн бәрін шешті. Арада апта өткесін ауылға атпен барып қайтқан Қанатпен лесіп келген әке шешесі Айзатқа құда түсіп қайтты. Әскери дайындықта болып, 3 айдан кейін ғана хат жазуға рұқсат алған Сабыр алғашқы 2 хаттың бірін Айзатқа арнады. Үйдегілерге мекен жайын білдіріп хабар жіберді. Арада аз уақыт салып, үйден келген хаттың ішінен шыққан ағасы Қанаттың үйлену тойына түскен суретін көріп, төбесінен шай түскендей болды. Өзінің қатын асыға күтіп жүр деп сенген қалыңдығы туған ағасына әйел болып жатса, мұнан асқан солдат үшін соққы бар ма? Не болғанын білгісі келіп, Айзатқа хат жазуға қанша оқталса да, оның өз үйіне баратынын, хаттың ағасының да қолына тиетінін ойлап, ол ойынан еріксіз бас тартты. Қанаттың өңді екені рас, тек өзін айырбастауға басқа еркек кіндік таусылғандай жан тәнімен сүйген әлі де болса ұмыта алмас Айзаттың туған ағасын таңдаған қылығына түсіне алмай күйінді. Шытырманы көп әскери өмір жігіт жүрегінің жарасын жаза бастады дегенмен де, сүйгенін басқаға қия алмас қайран көңіл әлі де қиналып кетеді. 2 жыл көзді ашып жұмғанша өте шықты. Қайтуға 2 аптадай ғана уақыт қалды. Осы тұста елден жеткен қаралы жедел хат Сабырға уақыты бітпей кеткен әскер қатарынан босатты. Ағаң қайтыс болды, тез жет деген 5 сөз жүрегіне шаншудай қалдадылды. Қанатым, жан ағам, өкпеге тіпті қызғанышқа да қиып жіберген тете өскен ағасын өлімге қия алмай ұзақ жылады. Дәл шығарар күрді жаназасының үстіне жеткен Сабыр бауырымдап боздап келіп, киізге оралған ағасының мәйітіне өкіре құлады. Бұл көрініс жаназаға жиналған жұрттың көңілін босатып, көзіне жас алмаған пенде болмады. Мәйіттің жанында отырған Айзат сол сәтте талып түсті. Сылқ етіп құлап бара жатқан жас келіншекті байқаған Сабыр жас туған жанары тұманданып демей берген. Бұл сылқ еткен жас денені көтеріп алып, олардай шулап жылаған елдің арасымен алып өтіп, үйге кіре берістегі төсекке шалқасынан жатқызды. Келіншектің Айзат екенін сонда барып таныды. Нашатыр спиртін иіскергенінен селк етіп көзін ашқан Айзат Сабыр деп күбір етті де қайта талықсып кетті. Қанаттың қырқын беріп, зират басына барып қайтқан көптің соңында ілбіп келе жатқан Айзат өз ойымен арпалысуда. Өзінің ариятын үнсіз көтеріп алған Қанаттың байыпты, ақылды жүзі мен Сабырдың күн сайын көретін жауап күткен сұраулы жүзі кезек алмасып жанына база берер емес. Үйленгеннен кейін 7 айда 9 айлық балпанақтай ұл туған, мұның жанын қинап,
басы артық бір сұрақ қоймап еді жарықтық. Кешкісін ұйықтап жатқан сәбидің жүзіне үңіліп, өзіне ұқсастық іздеумен болатын. Арман Қанатқа қатты ұқсап туды. Тек сәбидің иегіндегі терең ойық пен оң жақ бетіндегі терең шұңқыр Айзатта да, Қанатта да жоқ еді. Ол екеуі де Арманға айнымай қонған сабырдың белгілері болатын. Бұл ұқсастықты сабырдың өзі де байқаған сыңайлы. Өткенде есік алдында ойнап отырған Арманды алдын алып, оның иегіндегі ойық пен бетіндегі шұңқырды сипап, дәл сондай өз бетіндегі белгіні басып көріп, ойланып отырған үстіне түскенді. Өзін байқап қалған сабырға жұмбақтау жымиып, бас изеп өте берді. Қанат қайтқалы бері Арман да сабырдың қойнынан шығар емес. Сәби жүрегі сезе ме, кім білсін. Өткен жолы телевизор көріп отырған сабырды папалап барып, алдына шығып отырып алды. Ештеңеден хабары жоқ қарттар, құлыным-ай, сабырды папасына ұқсатып жүрау, алда қарағым-ай, деп күрсініп, көз жастарын сығып алды. Бірі қайны, бірі жеңге болып, сүйіскен екі жүрек бір шаңырақ астында, екі бұрышта аһ ұрды. Көзден кетіп, көңілден суған, 2 жыл серік болған Қанат келіншек үшін ұмыт бола бастады. Оның есесіне көз алдында жүрген сабыр күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылды. Қанатпен өткен 2 жылда әйел болып сабыр сыйлаған алғашқы төсек ләззатындай сезімді сезініп көрген емес. Кейде сабырдың ыстық құшағы түсіне еніп, түсінде ғана рахат табатын. Өзінің сабырды әлі де ессіз сүйетінін жарықтық күйеуі тірі күйінде мойындап, қайнысының келер уақыты жақындаған сайын ойын бір қорқыныш билеп алатын. Інісі мен әйелінің арасындағы бір байланыстан бейхабар болса да, Құдай солай шешті ме, әлде маңдайына жазған ғұмыры келді ме, әйтеуір Қанат аз ғана қиналып бұл өмірден бас кешті. Бірақ аптада аузы мұрнынан қан кетіп, өмірден өтті де кетті. Ауданда мұндай жас өлімдер көбейіп кетті. Бір жағы Семейдің полигоны, бір жағы мына тиіп тұрған Тарбағатай тауларының ар жағындағы Қытайдың Лобнор деген атом полигонының әсері дейді жұрт. Кімді қандай тағдыр күтіп тұрғанын бір Алла біледі. Ал өзі бүгін тек 2 аттам жерде қабырғаның ар жағында жатқан сабырдың ыстық демін аңсап, бойын жайлап алған құмарлықпен алысуда. Ләззат аңсап, сандыраған әйел санасы анда-санда селт етіп көмескілене бастаған күйеуінің әруағынан кешірім сұрап, дәм етіп, кешір Қанат, кешір деп күбірлеп кетеді. Ата-енесі бүгінгі таңғы салқынмен атарбасын жегіп көрші ауылдағы кіші қыздарына кетті. Бүгінде жанар жағар майдың тапшылығынан ауылдағы жұрттың бәрі темір тұлпарларын қаңдарып қойып, көбіне атарбамен жүретін болған. 2 ауылдың ортасына жастар атты жегіп алып, такси сияқты алғаш ақшаға қатынап жүр. Техниканың даму шегіне жеткен 20 ғасырдың аяғында шалғайдағы қазақ ауылдарында осындай жайлар болып тұрады. Қарттарды аттандырып салып, сиырын сауып, малды үйдің сыртына өргізіп жіберді де, жантая тұрмақ болып өз бөлмесіне қарай өте бере, сол жақтағы сабыр жатқан бөлменің есігінен қалай енгенін өзі де білмей қалды. Кеудесін жалаңаштап тастап, таңғы тәтті ұйқы құшағында жатқан сабырдың өзі жақсы көретін иегіндегі ойықты сипаламаққа қолын апара берді. Сол тәтте сабыр келіншектің білегінен ұстай алды. Қарулы қолдың қарымына қарсылық жасауды ойламаған Айзат еріндерін ашып көзін жұма берді. Енді бір сәтте жалындап жатқан жігіттің құшағы мен толықсыған келіншектің шиырша атқан денесі сезім толқынындай болып, көк тоғырын көрпенің астында біресе асау толқындай тулап, біресе жай ғана бүлкілдеп жатты. Әбден тоят тауып шаршаған ұғысқан екеу бір-біріне еркелей жымисып, құшақтарын қайтып айырмастай қаусыра түсті. Адасып табысқан қос жүрек
бірге соғып бірге тыныстап жатты. Әңгіменің соңы.